Құрметті менің әріптестерім, тәрбие ісінің үздіктері байқауына қатысып, өзімнің шығармашылық жұмысымды, тәжірибелік шеберлігімді сіздермен бөліскім келеді. Шығармашылық жұмысымның тақырыбы құндылықтарға негізделген білім беруде жеке тұлғаны тәрбиелеу және оқыту. Мақсатым балалардың жан-жақты дамуын ынталандыру, оқушылардың жеке басының қалыптасуы мен дамуына жағдай жасау, ата-аналармен өзара байланыс орнату. Осы орайда сынып жетекшісінің негізгі функцияларына тоқталып өткім келеді. Өзара әрекетті жүзеге асыру мақсатында мектеп, оқушы, ата-анамен байланыс орнату керек. Оқушының жеке ерекшелігін бақылау, білім алушының коммуникативті қасиеттерін қалыптастыруға көмектесу, білім алушылармен жеке, топтық, ұжымдық жұмыстар жасау. 2020-2025 жылдардағы құндылықтарға негізделген білім беру жобасы аясында 2022-2023 оқу жылында бірнеше бағыттар бойынша жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде өзіне өзі талап қоя білетін, тапсырылған жұмысты сапалы орындай білетін оқушыны жан-жақты дамытып, ізденістік жолға ынталандыру арқылы нәтижелі жеңістерге қол жеткіздік. Оқу жылында ата-аналармен жаңа форматтағы кездесулер ұйымдастырылды. Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі атты дөңгелек үстелде балаларға қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және парызы деп түсіндірілді. Жұмыс барысында жасөспірімдер арасындағы қылмыстық істердің көбею себептері, зорлық-зомбылықсыз балалық шақ тақырыптарында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Атап айтар болсақ, құқықтық сананың белгілеріне тоқталып пікір алмасты. Қорытындылай келе, баланы жетістікке қалай жетелейміз деген тақырыпта бала тәрбиесіндегі атқарылатын шаралар жөнінде постер қорғады. Өзара сыйластық қарым-қатынастарының адам өміріндегі мәнін түсіндіруде 8-9 сынып оқушыларының арасында «Сіз деген әдеп, біз деген көмек» атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелді ұйымдастырудағы мақсатымыз өзара сыйластыққа, көмекке, бірлікке тәрбиелеу болып табылады. Жұмыс барысы өз нәтижесін беріп, оқушылар бір-бірімен жарастығын таба білді. Орта білім беру мазмұнында айқындалған 6 құндылықты жүзеге асыруда сыныбымызда тәрбие сағаттары өткізілді. Абай атамыздың ескерткіш бюсті жанында ақынның шығармаларын мәнерлеп оқуға шақырамыз. Абай жолы романынан үзінді. Сендіктің әппақ үлкен ежыл екен. Іші толы тірелген жүк, болы теңменен сандықтар. Оның ар жағы екі босағаға дейін текемет, алаша, тұскиізбен қошалыпты. Шығармашылық жұмысымды қорытындылай келе, Ахмет Югнекидің «Білген адам білімді өмір бойы іздейді» деген нақыл сөзімен аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет.